Сәлем достар, Фаренью Тока каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге Жек көрініште махаббатқа екінші сериал шығаратын боламын. Мен өзім ойлағанмын, оны тек кино қыла саламын деп, бірақ сіздерге қызықты қылып сериалға бөліп тастадым. Ендеше видео бастамастан бұрын тіркеліп, лайк басып, коммент жазып, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Мен бүгін сәл ауырып тұрмын, сондықтан даусым өзгеруі мүмкін. Давайте бастайық. Жиі береді екенмін ғой. Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Білесің бе, бүгін бізде Тайни Санды ойнаймыз. Тайни Санды күшті ғой, но бірақ мен сендермен араласып жүргеніме бір аптада болған жоқ қой. Небәрі 4 күн болды. Сонда Тайни Санды ойнап, мен сендер не жақсы көретіндерді қайдан білемін? Білмедім оны. Ол жағды өзі көресің ғой. Қыз түссе жақсы саған, балалармен ғой араласпайтын сияқтысы ғой. Дұрыс айтасың. Давай кеттік, сабақ басталуына қанша минут қалды, көрші. Уже басталып жатыр, жаңа көрдім ғой. 5 минут қалды. Онда жүр кеттік, көтеріле берейік. Ладно. Солай болған соң қызық екен, қалайсыңдар? Жақсы, өзің қалайсың? Осы сіздерде асханадан шықпайсыңдар. Өзіміз білеміз ғой, сені сұрамаймыз ғой. Айналайын, кет жары. Жарайды болыпты. Жүр, не жейсің? Мен ананы шоколад алсам тұшар. Көрейік. Ойбайда не отыр? Махаббат. Мен ба? Не дейтін, махаббатым дей ма? Жоқ, әшейін өзімен өзім музыка айтып отырған ғой. Бәсе, кім жоқ десем, асында сенікі сол не отсың, жалғыз өзің. Бірсі ерсі кеп қоғам ғой, сол отқам. Бәсе, біздің сыныпта көп оқушы бар еді. Солы. Мен өзім білем, отыра берші. Бүгін бірге отырамыз ба? Апай өлтіреді. Осы екі қыздар бірге отырады. Біз ше? Олар қоя берші, олар біресі ғой. Апай солардан қорқама. Мен орында болғанда екі бала бірге отырады, екі қыз бірге отырады. Қалған 8-іміз жындымыз ба сонда? 8 емес. Жарайды, мен отырайын. Қазір бастады. Жарайды, ладно. Сосын көрсеміз ғой. Бүгін анаумен тағы қырланба. Жек көремін ше соны. Сонша ондай болды екен. Так, бағалар, бүгін бізде тағы да сабақ өтетін боламыз. Апай, бажымын бәрін тапсырып қойдық қой. Өтініш, жәлдегі Тайни Санды ойнайықшы. Тайни Санды жарайды, ойнайсыңдар, ойнай беріңдер. Менде бір толтырылмаған құжаттары бар еді, соны жасап тастайын. Жарайды. Мен тарата берейін, онда қағаздар жазып болам, сосын сіздерге таратам. Кімге түссе айтпаймын, жарай ма? Ойын әділдік болсын. Жарайды, сөзіңді қолдаймыз. Мене бәріге тарқатылып болды. Енді оқ болсадар, мына қоқыс шелекке бәрін жәңілдегі карточкаларды лақтырдыңдар. Бұл не себептен өткені сендер бір-бірлердігі білмеу үшін. Мен бір бастайын. Бағында түскен ба? Өзіміз қырылып жүргеніміз аздай. Бұлағы мен не сыйлайды екен? Ладно, кім болсын да маған бәрі біркен. Қиғын кемей тұрма парағында. Кетіндерші бар. Балалар, бір-бірімізге айтпаймыз, жарай ма? Соңғы чекті тастадық. Енді бір мафияма біресе ойнап сияқты. Қызық болды ғой. Ендігі сабақтағы да мафия ойнайықта. Соңғы өте қызық болды. Келсем. Онда ол апайға да сұрайық. Мүмкін сабағыңыз
көпті бөліп біз мапия ойнай берейік, ал сіздің бір жасайтын нәрселеріңіз болса істеп отыра беріңіз деп. Иә, сол кезде бүткіл уже сабақтар тапсырып қойдық быжыбы-тыжыбыны. Демалатын шығармыз енді. Иә, көрейік. Так, балалар, өте жақсы өтті. Екенсіңдер. Мен демалып қалдым ғой бір. Рахмет сендерге. Жұмыстарын бітірмей алған жұмыстары бар еді, бітіріп қойдым. Ладно. Осылай апайдан күніге осылайдан десе. Тоқтам деген не істейміз дегенде сабақ жағына бітті ғой. Солай осы екеуіңше осыда екі стервағыз мен жақтырмай ма? Қалай өзім? Қоя бер, жақтырмаса жақтырмай-ақ қойсын. Главное, мен бармын ғой. Иә, сонда біздің сыныптағы Әсел өзімен өзі жүр ғой. Андай бөлектеніп қалмай ма? Ол қыздармен қарағанда жігіттермен жақсы араласады. Жақсы. Просто жалғыз қалса біздің қасымызға қосып алайық дегенім ғой. Ол қосылғысы келмейді. Жарайды. Маған кім түскенін айтсаң ғой, өте жиіркенішті. Кім кіре ғой? Сәлеметсіз бе апай? Сәлеметсіз бе Әлен? Кел отыр. Енді біз тарсыдан бастап сыйлықтарымызды бір-бірімізге берейік. Мен өте ақылды, білімді, өте ақылды қыз түсті. Но ол қыздармен араласпаса да, жақсы қыз, оның есімі Әсел. Ой, рахмет. Шапалақ ұрайық, кәне. Міне, бұл сенің сыйлығым. Рахмет, мен бұны өте көп қалап жүргенмін. TikTok түсіруге. Менің сыйлығым маған бізде бала түсті. Балалардың бәрі көбісі ақша сұраған сияқты. Маған рахмет, мен өзім ақша қалаған тұғыммын. Ақшалай өзім қалағанымды сатып алам деп. Маған қыз түсті. Ол қыз өте мейірімді, но кейде андай ұрсып қаламыз ол қызбен. Но сонда да жақсы қыз. Маған Элла. Ой, рахмет. Мен салонға бұған апай телефон түсетіңіз. Рахмет. Маған да ол түсті. Олардың көбісі ақша сұрайды, мен білемін. Және де маған қозы түсті. Ой, рахмет. Мен тоже ол түсті маған. Ол бізде өте күшті. Бала, яғни футболда жақсы ойнайды дегендей. Саған көп рахмет. Мен де ақша сұраған болатынмын. Маған сыныпта өте прям жаңадан келген дегендей, бір жағынан бізге жақсы оның келгені, сабақ жақсы оқиды, өзі мен ойын. Маған Айлин түсті. Вау, қандай күшті сыйлықтар, рахмет саған. Маған өздерің біліп тұрғандай соңғы қалған адам дегенде нормальный адам. Но мен қырылып ұрсып жүрсем де саған сыйлығым. Қандай сыйлық емес, дұрыстап айтсайш. Мынау саған. Бұл не? Ашып көрсейш. Так. Менің мазағым ба? Жоқ. Мен мұны қазір қайтып қуырам. Сол ғой. Қуыратын жерде жоқ дегендей. Үйге барып ше. Маған енді
Старстың қасына отыратын бала түсті. Енді қайтып сипаттаймын. Рахмет саған. Рахмет. Енді бәріне белгілі болған шығар маған кім түскені. Маған осы сыныптың старстысы түсті. Яғни ол қыз өте әдемі, күшті. Рахмет. Маған өте андай әшекей бұйымдар ұнағандықтан маған кольцо бердің. Өте күшті сыйлықтарың балдар. Қуаныштарға ортақпын. Осы сыйлықтарды енді үйлеріңе апарып жақсылап тойласаңдар болады жаңа жылда. Алда дискотека келе жатқандай. Және де сендерге айтарым бақытты, тату тәтті өмір сүріңдер. Және бәріңді жаңа жылдарыңмен құттықтаймын. Сенің сыйлықтарың өте қымбат. Бір-бірлеріңе ұнады деген ойдамын. Енді бізде 2-ақ сабақ болады. Қайта берсеңдер болады. Тоқташ, не болды? Кешірім сұраймын. Просто бұл әзіл болған. Сенің ақшаңды бүгін аударып жіберемін. Жарайды. Негізі маған сыйлық ұнады. Тойып жіберем ғой зато. Мама өзі кетіп қалғандығын, соған тамақ пісе алмайтынмын. Үйде всегда жұмыртқа жейтінмін ғой. Бітіп қала беретін. Рахмет саған. Шынымен де ұнады ма? Иә. Шын көңілмен бердім ғой зато. Шын көңілдесің бе? Айтсаң ғой, өте жиіркенішті. Ладно, саған да көп-көп рахмет. Менің сыйлығымды қабыл алып, маған осылайынан жақсы сөздер айтқаныңа. Жарайды, сау бол. Достар, бұл енді сериалым соңына жетті, ұнады деген ойдамын. Всем бай-бай.